Баршаңызға сәлем. Бүгін осы суреттегідей тоқыманы тоқып үйренетін боламыз. Әдеттегідей жібімізді орап, осындай бір ілмек іліп аламыз. Және ешқандай орамасыз бағаншалар жасайтын боламыз. Бізге барлығы 9 бағанша қажет болады. Міне осылайша бағаншаларымызды жасап алдық. Енді жібімізді түйіндейміз. Келесі жіппенен тоқымамызды ары қарай жалғастыратын боламыз. Осылайша 3 ілмек іліп аламыз. Және де бір ораммен 2 бағанша жасаймыз. Осылайша 2 бағанымызды жасап алдық. Және 3 ілмек ілеміз. Тағы да 3 ілмек ілеміз. Тағы бір ораммен 2 баған жасайтын боламыз. Осы 2 бағанымызды бір ілмектен ілеміз. Және осы 3 ілмектерімізді де бір ілмектен астында бір ілмектен іліп отыратын боламыз. Міне бізде осындай тоқыма пайда болды. Осылайша 6 гүл жапырақтарын жасап аламыз. Енді тағы да 3-ші жібімізбен тоқымамызды ары қарай жалғастырамыз. Бірден 6 ілмек іліп аламыз. Екінші гүліміздің үстінен осылай тағы да 6 ілмек ілеміз. Тоқымамызды осылай барлығын айналдырып шығамыз. Міне дайын болды. Енді ары қарай жалғастыратын боламыз. Ең бірінші осылай 4 ілмек іліп аламыз. 4 ілмек іліп, және 4 бағанша жасайтын боламыз. Төрт бағанша жасадық, және 4 ілмегімізді ілеміз. Және де 4 бағаншамызды жасаймыз. Және 4 ілмегімізді ілеміз. Және 4 бағаншамызды жасаймыз. Бірінші қатарымызды жүрдік, енді екінші қатарымызды жүреміз. Тағы да 4 ілмек ілеміз. Және бағаншаларымызды жасаймыз. Бағанағы 4 ілмектен осылай бірінші бағаншамыз жасаймыз. Одан қалғандарын бағанағы бағаншалардың үстінен алатын боламыз. 3, 4, 5, 6,
Мен сіздерге бірден 5-ші қатарды көрсеткен жоқпын, бірден 6-ші қатарды көрсетіп жатырмын, сондықтан менде 6 бағанша шықты. Әрбір тоқмада осылай бір бағаншадан қосып отырамыз. 4 ілмегіміз ілгеннен кейін бір бағаншамызды артық қылып қосып отырамыз. Осылайша өздеріңізге керек өлшемде тоқи берулеріңізге болады. Мен сіздерге үлкейтіп тоққанымды да көрсетем қазір. Бәрі түсінікті болды деген ойдамын. Мұқият қарап алыңыздар. Міне мен осылайша 10 бағаншаға дейін осылай тоқып шықтым. Бұны сіздерге көрсету үшін тоқыдым. Ал сіздер өздеріңізге керек өлшемде тоқсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар.